көп мүшені жіктеу. Бізде берілген x мынандай мысал берілсін. X куб қосылған азайтылған 2x квадрат минус 4x плюс 3. Соңғы плюс 3 дегенге назар аударасыздар. 3-тің бөлгіштері, мен де айтам, 3-тің бөлгіштері k мынандай сандарға бөлінеді, қалдықсыз бөлінеді. Ол 1-ге, және 3 минус 1-ге қалдықсыз бөлінеді, және 3-ке қалдықсыз бөлінеді, және 3 минус 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Сонда мен айтылам, бұның осы түбірлерінің бірі, осы өрнектің осы сандардың бірі, осы өрнектің бүтін түбірлері болып табылады. Онда осы өрнекке бөліп көрейін. Мысалы, менде бірінші x қосу 1 болсын, иә? Мына x қосу 1 деп олайын, мына санды. Енді бөліп көрейін. X куб минус 2x квадрат минус 4x плюс 3-ті бөлуім керек. X қосылған 1-ге. Бөлейін. X квадраттан беремін. Сонда x-ның куб дәрежесі плюс x квадрат шығады. Мынаны енді екеуін бір-бірінен азайтсам, минус 3x квадрат минус 4x болады, иә? Енді осыдан минус 3x-тен беремін. Сонда менде өрнегім минус 3x квадрат минус 3x болады. Енді қарасаңыз үстінде минус x плюс 3 болады. Енді мен минус 1-ден берейін. Сонда менде минус 1-ден берсем, мына жерде менің өрнегім минус x минус 1 болады. Сонда минус 2 деген плюс 2 деген қалдық қалып қалады. Ал менің мақсатым қалдық қалдырмау, жіктеу. Сондықтан мына өрнек менде x плюс 1-ге бөле алмайды екен. Онда x минус 1-ге бөліп көрейін. Функциямды x минус 1-ге бөліп көрейін. X плюс 1-ге бөлдім. Енді онда x минус 1-ге бөлейін. X минус 1-ге бөлдім. X квадраттан берем. Сонда менде функциям x куб минус x квадрат болады. Бір-бірінен азайтам. Минус x квадрат минус 4x болады. Енді минус x-тен берем. Ортақ бөлімге минус x квадрат плюс x болады. Қалады. Минус 3x плюс 3 болады. Мен бұған минус 3-тен берем. Минус 3-тен берсем, өрнегім минус 3x квадрат плюс 3 болады. Енді қараңыз, неке 0 болады. Сонда менің мақсатым fx-ті мен sx және qx және rx түрінде жазып алу. Қалдығы менде 0 болды. Сонда мен мына функцияны берілген x куб минус 2x квадрат минус 4x плюс 3-ті мен 2 сан түрінде жазып алуға болады екен. X минус 1 және көбейтілген x квадрат минус x минус 3 түрінде жазбасам болады. Ары қарай 0-ге теңестірейін. Ары қарай жіктесем болады. Осы функция түрінде осылай жіктеп алуға болады екен. Бұл бізге қандай кезде керек болады? Бұл біз бір күрделі көп мүшені қысқарту кезінде бізге осы